Сәлем достар. Қазір біз сіздермен ағылшын тіліндегі сұраулы сөйлемдердің түрлерін және сұраулы сөйлемдердегі сөздердің орналасу ретін қарастырамыз. Қазақ тілінде және орыс тілінде сұраулы сөйлемдер қарастырған кезде сөздердің орнын ауыстыра беруге болады. Мұнда мағына өзгермейді. Немесе кейбір сөздерге екпін жасауға болады. Мысалға, мына жейдені қайдан сатып алдың деген сұрақты мына жейдені қайдан алдың немесе қайдан алдың мына жейдені деп айта беруге болады. Ағылшын тілінде арнайы рет бар, және сол ретке бағыну керек. Сол ретті еске жақсы сақтау үшін арнайы квази сызбасы бар. Қазір квази сызбасын сіздермен қарастырамыз. Мұндағы QU деп отырғанымыз ол question word, немесе сұраулы сөздер. Оларға кім, не, қашан, қайда, қалай, неліктен тағы басқа сұрақтар жатады. Келесі баған A. Auxiliary. Auxiliary дегеніміз көмекші етістіктер. Әрбір шақтың өзіне қатысты, өзіне тән көмекші етістіктер болады. Мысалға, жай осы шақта present simple'да көмекші етістік ол do және does. Өткен шақта did, ал келер шақта will. Үшінші бағанда S. Subject, немесе субъект, бастауыш. Ол іс-әрекетті жүргізуші адам немесе зат. Оған есімдіктер жатады. I, you, he, she, it, we, they. Және зат есімдер. Олар күрделі болуы да мүмкін, яғни екі немесе одан да көп сөзден тұратын сөз тіркестері. Мысалы, менің анамның досының қызы. My mom's friend's daughter. Төртінші баған I, ол infinitive. Infinitive дегеніміз етістіктің бастапқы формасы. Мысалы, work. Worked емес, немесе working емес, ең бастапқы формасы. Міне сұраулы сөйлемде сөздердің реті осындай. Осы тізімнен кейін анықтауыш, пысықтауыш, толықтауыш немесе басқа сөйлем мүшелері болуы мүмкін. Және сөйлемнің соңында сұрақ белгісі. Ең бастапқыдағы мысалды ағылшын тіліне аударып көрейік. Сен мына жейдені қайдан сатып алдың? Ең біріншісі тізім бойынша QU, яғни question word. Ол дегеніміз сұраулы сөз. Қайдан, қайда, ол where. Екінші auxiliary, көмекші етістік. Сөйлем өткен шақта тұр. Қайдан сатып алдың? Сол үшін де did көмекші етістігін пайдаланамыз. Where did, бастауыш, сен, you, where did you, етістік buy, where did you buy. Бұл жейде this shirt, ең соңынан тұрады. Сонда барлығы where did you buy this shirt. Енді осы тізім бойынша тағы бір-екі сұрақ қарастырып көрейік. Сен қайда оқисың? Сен қайда оқисың? Бірінші, қайда? Where? Оқисың, осы шақта жазылған. Do you study? Where do you study? Келесі сұрақ, сен қашан жұмыс істейсің? When do you work? When do you work? Қанша тілде сөйлей аласың? How many ден кейін бізде бос орын тұр, сонда міне languages қоямыз. How many languages do you speak? How many languages do you speak? Сенде қанша алма бар? How many apples do you have? Немесе қанша ақша бар? How much money do you have? How much money do you have? Сол сияқты what kind of-тан кейін де арнайы сөздер қойылады. Мысалы, қандай әндер тыңдайсың? Немесе қандай фильмдерді көресің? What kind of films do you watch? What kind of music do you listen to? Міне осылай сұрақтардың барлығы осы тізім бойынша құрастырыла береді. ASI схемасы болады. Екінші схема ол сұраулы сөздер болмайды. Бірінші бағанды алып тастаймыз. Сонда үш баған қалады ASI. Мысалы, where do you work деген сұрақтағы word алып тастасақ, жаңағына do you work қалады. Сен жұмыс істейсің бе? ASI схемасы тек екі жауапты ғана қажет етеді. Yes or no. Мысалға, do you work дегенге бізде екі жауап қана бар. Мүмкін болатын екі жауап. Немесе жоқ. Yes, I do. No, I don't. Сондықтан да бұл сұрақ типтері yes or no questions деп аталады. Yes, no questions. Квази тізім арқылы жүретін сұрақтар, яғни сұраулы сөзден басталатын сұрақтар, олар тереңірек жауапты қажет ететін сұрақтар. Одан да басқа сұрақтың түрлері бар, question tags. Сен мені тыңдап отырған жоқсың. Әлде тыңдап отырсың ба? You aren't listening to me. Or are you? Are you? Деп отырғаны не так ли? Солай емес пе? Солай ма? Деген мағына береді.
куази және аси сызбаларынан кейін сіздерге ағылшын тіліндегі сұраулы сөйлемдердегі сөздердің ретін орналастыру түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше.